Баршаларыңызға қайырлы күн. Нағыз қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге бөлме температурасындағы су қажет болады. Оның үстіне қамыр қопсытқышты қосамыз. Ас содасын және де тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамыр бізде қаттылау қамыр болу керек. Жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Тым қатты жұмсақ қамыр етіп илемейсіздер. Қамыр кішкене қаттылау болу керек. Қажетінше ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұн болу керек. Одан кейін оны тындырып бетін жауып қоямыз да, кейін алып 3-4 бөлікке бөлеміз. Тағы да бір қайтара илеп, бетін жауып 15-20 минутқа осылай 3 қайтара жасайсыздар. Одан кейін әбден ие қанған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен ұнды себе отырып жаямыз. Бастапқыда ұнды сеуіп жаямыз, кейіннен ұн себуді тоқтатасыздар. Дайын қамырымызды тым қатты жұқа да, тым қалың да болмау керек. Бетіне бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды жағып шығамыз. Бір келкі қылдырып, менде майдың проценті 72,5. Негізінде майдың проценті жоғары болған дұрыс. Осылайынан видеодағыдай орап шығасыздар. Енді кезекте келесі екінші қамырымызды да дәл осылай жайып шығамыз. Осылай дөңгелетіп отырып жаямыз. Екі шеті қалың болып кетпеу керек. Одан кейін дайын болған қамырымыздың үстіне майымызды да жағып, бағанағы бірінші жасаған қамырымызды саламыз үстіне. Одан кейін осылайынан видеодағыдай орап шығамыз. Қамырымызды шетінен бастап орап, пищевой пленкаға немесе салафанға орап, 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Міне менде қамырым дайын. Менде начинка фарш, жуа және де картошка, тұз, қара бұршын қосып дайындап алдым. Қамырды 40 граммнан бөліп аламыз да, осылайынан жайып аламыз дөңгелетіп. Кейін начинкасын салып, барлығын түйіп, противенге орналастырып, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-45 минуттай пісірамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысымен бір ас қасықтай сүтті құйып, екеуін араластырып, жақсылап толықтай жағып шығамыз. Алдын ала қызған духовкада 40-45 минут пісірамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде самсамыз дайын. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.